Нұржанға обал деп айтқанда, сосын мен айттым, я мүмкін сіздердің айтқандарыңыз да мүмкін жөн шығар деп, енді жайдан жай жазбайды ғой адамдар. Мүмкін мен де ойланып қалам, бұл бала шынымен де үйленбеген, мүмкін мен оның енді бір қалай айтсам екен, уақытын алам ба деп, енді сәл өзімнің де ойланатындарым бар. Енді сол кезде айтқаным бар, мүмкін сенімен деген әңгіме негізі дұрыс шығар деп. Мүмкін сол себепті арамызда осындай енді жас айырмашылығы емес, просто мен уже тұрмыста болдым, бір сәл да болсын отношенияда опытым бар болғандықтан, ол тек қана отношения, жаңа ғана серьезный отношения бастап атқандықтан, мүмкін біз бір-бірімізді түсінбей, сол да дұрыс шығар деп ойлап отырғам негізінде. Содан WhatsApp-тан үстінен сообщение келді. Сонда сен маған емес, халыққа жайып отырсың ғой ол нәрсені. Онда жарайды, мен де шаршадым ол әңгімелерден. Болды. Онда тоқтатайық деген сияқты әңгіме көрдім мен. Одан кейін мен шықсам стримнан, ол мені бүкіл жерде блокировать етіп тастапты. Бірақ маған бәрі айтып жатыр, сен Нұржанның сторисін көрдің ба, инстаграмға салған деген сияқты. Ол мені блоктап тастапты, енді мен көре алмаймын. Сосын құрбыларымнан көрген болатын, сол жерде өзі жазған, енді ақерке Нұржан жұбы жоқ, осындай деген сияқты.